Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бүгін аздап әуесқой боксқа тоқталып өткім келіп тұр. Бірінші Азия чемпионатынан жеткен жаңалықтарға көңіл бөлмекпін. Шри-Ланканың астанасы Коломбода өтіп жатқан Азия чемпионатында Under 22 құрамамыз кәдімгідей шу шығаруда. Естеріңізге салайын, бұл Бақыт Сәрсекбаев жаттықтыратын арнайы құрам. Әрине, одан бөлек жастағы боксшыларымыз да бар. Бірақ тура осы Бақыттың шәкірттері жарқын нокауттармен, сенімді жеңістермен көзге түсуде. Азия бокс конфедерациясының Instagram парақшасын ашып қалсаңыздар, біздің боксшылардың қатысуымен өткен сындарға ерекше көңіл бөлінуде. Мен үшін бұл команданың сәтті өнер көрсету кәдімгідей маңызды. Өйткені соңғы 2021 жылғы Токиода өткен олимпиадалық ойындардан бері мен Сәрсекбаевтың бапкерлік кандидатурасын ерекше қолдап келген едім. Осы бір маманға құрама тізгін ұстату жетістікке жетелейтіндей көрінген. Міне содан бері жиі айтып жүріп, түбі олимпиада чемпионына 22 жастағы боксшыларды жинап, эксперименталды құрам берген болатын. Осы жігіттер қазір қарсыластарын жайпап жатыр. Әзірге мұны жетістік деп айта алмаймын. Әлі финалдық кезеңдерге жетпедік. 22 мамыр күні біз еңбектің толық қорытындысын көретін боламыз. Ал әзірге аздаған аванспен айтып отырмын. Бұл Сәрсекбаев үшін үлкен сынақ. Осы жерде оның құрамасы жетістікке жететін болса, бұл қазақ боксының маңызды бұрылысы болады. Кім біледі, әлі тура осы жастағы былғары қолғап шеберлері Лос-Анджелес олимпиадасына баратын да шығар. Мен мұндайға сенемін. Ал бұл аралықта негізгі құрам Түркістан облысындағы кезекті оқу-жаттығу жұмыстарын аяқтады. Алда тағы бір дайындық кезеңі болады. Осы тұста көптеген жанкүйерлер менен неге біз Феликс Штам турниріне қатыспадық деп жазып жатыр. Әрине, мен федерацияның ресми өкілі емеспін. Бұл сұраққа жауап бере алмаймын. Бокс шаруашылығы тарапынан өкілетті адамдар жауабын берді дегеніме қарамай, пікіріңізді айта кетіңіз деп қолқа салуда. Мұндағы басты себеп әрине өзбектердің ол жақтағы атой салуы. Ағайындарымыз Польшаға кіл мықтыларын алып барып, 6 алтын олжалап, әлем кубогының кезекті кезеңі болып саналатын турнирде басты жұлдыздарға айналды. Әрине, маған салса, мен бұл турнирді дайындық кезеңінің күнтізбесіне қосар едім. Феликс Штам турнирі әлем кубогының кезеңі деген деңгейді алмаса да, әлемдегі аңызға айналған ежелгі жарыстардың бірі ғой. Жаңа кезеңге дейін біздің боксшылар мұнда тұрақты түрде қатысып келген болатын. Түркістанның аптап ыстығында жанды қинағаннан көрі бұл турнирге қатысу әлде қайда пайда алып келер ме еді. Жақсы бір соғысатын едік басты қарсыластармен. Межеаралық деңгейде де байқауға болар мүмкіндік қой. Енді құраманың бірінші номерлерін біз маусымның соңы мен шілденің басында Астанада өтетін әлем кубогының тағы бір кезеңінде көреміз. Бірақ ол жаққа өзбектер бірінші номерлерін алып келетіндігіне мен сенбеймін. Тағы да екінші, үшінші номерлерін жетектеп келіп, жеңілсе де іштері ашмайтындай кетеді олар. Күтеміз енді не болса да. Мен енді UFC тақырыбына ауысамын. Мұнда Тапурия Махачев арасындағы ерегіс ары қарай да жалғасуда. Бір қарасаң екеуінің жолы екі айырылды ғой. Махачев белбеуін босатып жартылай орта салмаққа кетті. Ал Илья жеңіл салмақта белбеуге таласады. Дегенмен Ислам белбеуді жай босатпапты. Ол жеңіл салмақта да чемпион болып қалғысы келген. Оның талабы мынадай болған: жеңіл салмақтың чемпионы бола тұра, жоғары дивизионның белбеуін алады, сосын ойланады қосарлы чемпион ретінде қайда барарын. Дегенмен UFC оның жетегінде кетпеді. Енді ол екінші планды іске қосқан. Жартылай орта салмақта чемпион боламын да төменге оралып, мұндағы белбеуге де таласамын дейді. Ал Тапурия бұған келіспейді. Мен Оливейраны ұтып чемпион боламын, ал Махачев оралғысы келсе кезекке тұрсын деді. Білесіздер ме, ол осы жағдайдағы шешімнің бәрі өзінің қолында болады деп ойлады. Апта бұрын жартылай орта салмаққа ауысуым еш мәнге емес, өйткені өз титулымнан бас тартпаймын деген еді. Естеріңізде ғой. Ал мен жеңіл салмаққа ауысуда біреуден бір нәрсе сұрау үшін келген жоқпын. Өйткені жағдайда бақылайтындығымды білгенмін. Қорытындыда кімнің сөзі расталды? Менің бәлде оның ба? Енді мен жаңа салмақта белбеуді алғанда, ол ұзын сонар кезектің соңынан орын ала берсін. Мұнда енді жағдайдың қожайыны менмін деп мәлімдеді. Жалпы мұнда Тапурия дәл сәл уақыттан озған секілді. Оливейра өздеріңіз білетіндей, оңай ұратын әлсіздер қатарынан емес. Оны өткен жағдайда Тапурия Махачев деңгейінде екендігін көрсетеді. Сосын ары қарай Пади Пемблет бар. Одан қалды ескі есімдер Джастин Геджиді де ұмытпау керек. Онымен қазір Арман Сарукян төбелесуді ойлап жүр. Жеңсе ол да Ильяның жолына шығады. Макс Холлоуэй мен Дастин Пориенді ұмытпайық. Шындығында кезек ұзын. Дегенмен Дана қалайтын болса, ол бұлардың көбісін артқа сырып Махачевке кезекті алып бере алады. Қалай болғанда да Тапурияға Оливейраны ұту алғы шартта. Ал Махачев үшін жартылай орта салмақта ешкім белбеуді босқа бере салмайды. Джек Делла Мадаленаны оның ұтатындығында да қандай да бір күмән бар. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.